Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге даршын, яғни чай с корицей жасап көрсететін болам. Фруктовый чай с корицей, қыздар. Бұл корицаның пайдасы да зияны да бар. Сізге керегі апельсин, лимон, бадям, мята, заварка және бастысы корица, қыздар. Корицаны кез келген адам іше бермейді чайын. Сондықтан жасамастан бұрын, қыздар, мен іше аламын ба, іше алмайын ба деп көріңіздер, хорошо? Видеода көргендеріңізде барлығын сопақша етіп тураймыз осылай. Мінекей дәл осылай. Лимоннан бір тілім қосамыз. Алма, апельсиннан 2 тілімнен қосамыз. Корица таяқшасы, даршын таяқшасы, бадям, хош иіс беруші және мята, бізде мята қатырылған мята. Енді чайнигімізға заваркамызды салып, барлық затты рет-ретімен салып шығамыз. Анда-санда бір рет жасап ішкенге болады, жиі ішуге кеңес бермес едім, қыздар. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша қант немесе варенье қоссаңыздар болады, қыздар. Енді барлығын араластырып, отырып шай іше беруімізге болады. Сіздермен болған Айжан Ерболат қызы. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Және де каналымда көптеген видео рецепттер бар.